Merhaba arkadaşlar, sizlerмен бірге мен Айдос. Қалай қазір Турцияға кетеміз деп документ жинап, солай дайындалып жүрсіздер ма? Мен сіздер түсінем. Дәл осы бір жыл бұрын біз де отбасымызбен бірге қуанып, дайындалып, қобалжып сөйтіп жүргенбіз. Қобалжып дейтінім, біз сонша семьямен барған кезде о жаққа оқуға түсеміз ба деген сияқты бір кішігірім қорқыныштар болды. Қазір Құдайға шүкір, мен де Венера да оқуға түстік. Венера Бакырчей университетіне түсті, осы Измирде кесін кайытты жауып, жарты семестрдің ақшасын төлеп қойды. Бұның бір жылдық оқуы 80 мың теңге. Ал мен болсам Катып Челеби университетіне түстім, ол да осы Измирде. Мен экзамен бәрін тапсырдым, түстім, бірақ әлі кесін кайыт жапқан жоқпын. Ол осы айдың августың соңында 28-іне дейін менің оқуым жылына 300 мың теңге екен. Бізден бөлек біз танитын достарымыз, таныстарымыз, группаластарымыз бәрі өздерінің мамандықтары бойынша бәрі университетке түсті. Ендеше еске түсіріп көрейікші, бәрі қалай басталды. Біз Турцияға барамыз. В первую очередь, мы отправляем в город Измир. Там находится у нас учебное заведение, называется Тасарай Академия. Бұйыртса, бір айдан кейін шамамен Турцияда осылай жүреміз. Билетті алдық, енді багажға заттар саламыз. Алла оңдасын, еш жамандық болмасын, тек жақсы жағынан көрініп, тек алға басатын. Так, біз аэропорттамыз. Мына жақта семьясымен барғандар қиындау болады. Және бізде перевес болды, заттарымыз, керек нәрселердің бәрі кетті мусорға. Неқта мен киімдерім жоқ қой, сен косметикаларың керек па? Бакал кетті, жаман ауырын. Жан. Günaydın, merhabalar. Merhaba. Günaydın arkadaşlar. Bugün bizim birinci günümüz. Merhaba. Merhaba. Осымен рахмет деген сөз бар ғой, бір тешеккүйлер сон ұмытып қалай берем бар ғой, рахмет айтамайтын адаммын ғой менше. Тешеккүйлер. Ha? Teşekkürler. $100 қанша лир? Қазақша сөйлеймін, өзбекшеге келтіріп ше. Түрікше сондай да өлем ғой, мен. Thank you. Bye. Мен қайтадан рахметті айту түрікше есіме шығып кетті. Қалай? Рахмет қандай еді? Teşekkürler. Квартира тез табу керек. Біз ертеңгі күнге дейін ғана отельді алдық. Байрам келді. Квартира іздеп бастадық. Сейчас звоним. Yabancı Kazakistanlı aile, karı koca 2 çocuk var. Bismillah. Все, берем. Уже сразу. Все же работает, да? Abi, bakar mısın? Большой телевизор. Pozitif anlamda. Evet, ben bekarım. Merhaba, benim adım Aydos. Ben
30 yaşındayım. Ben Kazakistanlıyım. Çok güzel. Kazakistanlıyım. Kazakstanlıyım. Sen tipa o şerde geldi. O bu çok evet çok uzaktı. O bu çok uzaktı. Türkçe öğrenmek için, tez öğrenmek için o Türklerмен көп söylesü gerek. Bizde kış, yaz, sonbahar, o perşesi aynı. Aynı evet. Ama bizde sonbahar ay sonra soğuk olur. Soğuk evet. Süt bir sıkıntı var. Süt aldın? Evet. Neyse ya. Bana ne geliyorsun? Ben süt içmiyorum. Sen içiyorsun bak. Sütle bir sıkıntı var. Hadi ya. Ya, kakuşuk var. Bir ayda sen qancha ақша құртып жатсың Турцияда? Акша потратила? Ну, за октябрь, допустим. Ну, у меня в месяц вышло 1200. 1200? 200 тысяч. 10 тысяч? Ну, я типа шмотками закупилась. И еще много гуляла. Но теперь я буду экономить. Дилназ, сен айына қанша ақша жаратып жүрсің, құртып жүрсің? 60 мыңды жаратасың. 60 мың? Иә. Сенің ойынша 100 мың бір айға жете ма? Өте көп. 100 мың ба? Иә. Бізде 100 мың жарататындар бар шығар енді, бірақ мен өзім бар, мына жақта 200 мың жарататындар бар екен. Сен айына қанша ақша жаратасың? Есептейсің ба, есептемейсің ба? Есептеймін, конечно. Ага. Қанша? 50-60. 50-60 мың? Киім алсам 60-70 болады. Кисе тамақ болса. Сен тамағыңды, жолыңды бәрін есептеп тұрсың ғой. Mandalina 5 lira, mandalina 5 lira. 5 kilosu 20. Сонда 1 kilosu қаншадан түсіп тұр сонда? 4 лирадан. Сенде мысалы сен тамақ көп істейтін ғой. Сен бір жетпей жатқан нәрсе бар ма? Мысалы мынандай тамақты істей алмай жүрмін, оған мынандай продукты жоқ екен деген сияқты. Жоқ, продукты жағынан емес шығар енді в основном. Мысалы мен мантыны салып жүрмін. Манты, оған бізде не жоқ, мантоварка жоқ. Мантоварка жоқ. Бұл жақта негізі ондай мантоварка жоқ деді. Но можно найти. Базар жақтардан іздеу керек деді. Мен андай посуда сататын жерлерден сұрадым, түсіндіріп ше, бірақ жоқ, бізде жоқ деп. Мына жерде неше түрлі мантылар бар екен, пельмендер бар екен. Бірақ бізге керегі мынау өзбек мантысы. Teşekkür ederim. Вкусно? Очень. Biz uyda o'rtada жасап жүріп пешпармақ бәрін жасап жүріп осы мантыны жасай алмай жүргенбіз енді мантыны таныған кезде осы жерге келетін болды енді. Бүгін 31 декабрь. Жаңа жылға аздаған сағаттар қалды, жұрттардың бәрі дайындалып жатыр. Біз қазір Турцияда, İzmir'де жаңа жылды қалай қарсы алады? Почтаға барамыз, почта митинг болып отыр ма, или концерт болып отыр ма? Соны бәрін көрсетеміз. Жаңа жыл құтты болсын. Бізде енді ашты 12-ден. Кәм не отыр? Адамдардың бәрі далаға шығып кетіп жатыр. Өкінішке орай бұл күнде келіп түсті. Қызым ауырып қалды.
температурасы 38, 39, 37 жарым сөйтіп ойнап тұр. Біз больницаға келдік. Мына жақта біздің квартираның хозяйны көмектесіп жатыр. Kanında mikrop var. Antibiyotik şurup başlıyoruz. Sabah akşam 3 mililitre içecek. Дәрілерінің бір дозасын ішіп алып, уже ойнап жүр. Тіпай. Изаным балаларымыз аман болсын. Біз көптен күткен Ұлыдаққа барып жатырмыз. Мам, ты хочешь? Да, конечно. Ты попробуй, это же классно. Бабашу купа кашу. Korkmayayım sen varsın bak. Dikkat. Түркияда Наурыз мейрамы бар ма? Я, бар. Олар қалай тойлайды? Қазір оны көреміз. Ертең 22-сі апайларға бауырсақ пісіріп, наурыз көже пісіріп, группамен солай дайындалып жатырмыз. Ертең мұғалімдерге береміз, көрсін, қазақтың тамағынан дәм татсын. Bu bizim бауырсақ hocam. Бауырсақ biliyor musun ismi? Evet. Biliyorum. Sizlerde var ama sizlerde tatlı. Evet, biz biraz daha tatlı yapıyoruz. Evet, şekerli mi? Ha, bize böyle değil. Görün. Tamam, yiyeceğim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Evet. Evet. Al. Достар, бүгін кешкісін футбол, ал футболға дейін 5-6 сағат уақыт бар. Турцияда оққан ол тек қана сабақ емес, ол саяхат, ол еще спорт, футбол. Енді осы орайда мен Global Students'ке рахмет айтқым келеді. Турцияға оқуға жібергендеріне предлагать етіп, ешқандай өкінбеймін келгеніме. Дәл қазір эмоциямды айтып жеткізе алмаймын. Қуанышымда шек жоқ. Бүгін 17 апрель. Ол деген сөз бүгін бізде экзамен IELTS-тен көп балл ала аламын деп айта алмаймын. Білем, қиын болатын сияқты. Не де болса да көреміз. Экзаменнен шықтық. Сұрақтар өте қиын. Мен бір 10 баллда жинай алмадым ау деймін. Сен қанша сұраққа жауап бердің деп ойлайсың? Бүгін бізде Tasarı Академияның ұйымдастыруымен Эфес қаласына барамыз. Ол жақта көптеген мұражайлар бар. Соларға тур жасап қайтамыз.
бізге қазір Айлестің жауабы келді. Қазір соны бірге ашып көрейік. Дұрыстар хотя бар екен ғой? Шығар жан қараңыз, мынау сайсал, мынау сөзел, мынау ИА деп тұр ғой, примерно бірге шығар, мынау 35 шығар. Нормально. Енді бұл мен университетке түсе аламын ба, түсе алмаймын ба, оны енді уақыт көрсетеді, бірақ менің ойымша түсе алатын сияқтымын, себебі жұрттар әшейін аттестатпен тапсырып, қазір түсіп жатыр, түсу оңай сияқты менің ойымша. Достар, бүгін біз B2 кітабын бастадық. Сөздері өте қиын болып жатыр. Қазір біз осы жерде өткен кейбір сөздердің мағынасын әлі түсінбей соны талқылап жатырмыз. Міне мысалына чықыр деп әлі шықырлап жатыр, бір айтып. Нені түсінбей жатсын. Бүгін бізде Тасари Академиясы ұйымдастырған үлкен тур, пикник десек те болады. Урла ма? Қандай еді қаланың аты? Урла деген қалаға барамыз. Mango çeçe! Mango çeçe! Çekorisa! Çekorisa! Tasarı Akademi deriz! Tasarı Akademi deriz! Süyemin seni, canım süyemin seni, mürdür gözümde. Bravo, süper, harikasınız. İnsan eşiyle böyle. Hocam, biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Denize gidiyoruz şu anda. Denize? Denize. Бүгін бізде 13 июн. Біз қазір томер тапсыруға келе жатырмыз. Экзамен тапсырып шықтық. Қатты қиын емес, қатты оңай да емес. Болады, енді жауабына қарай көреміз қалай болғанын. Достар, бүгін бізде 5 июль томердің сертификаттарының результаты келді. Так, мынау Венераның-кі, мына жақта менің-кі. Мен уже өзімнің группаластарының результатын білем, бәрі G1 алған, ішінде B2 алған ешкім жоқ. Менің-кі 85 балл G1. Мынау біздің кабинет. Там тарас, ешкім жоқ. Hayret ettim kendime bazen mutluluktan. Asılbek, sen de beni kandırıyorsun. Kötü ya burası. Arkadaşım ben şaka söyledim, gittik buraya. Güzel. Жақта мұғалімдер отыратын еді. Терраса. Студенттер шұбырып тұрушы еді осы жерде. Өлең айтып, домбырамен, гитарамен. Ешкім жоқ қазір. Бізде Бауыржан бүгін кесін кайтты, жапты толығы. Толығымен жаптың ба? Болмады? Ты теперь студент? Сентябрьдің соңында параларды жаңағы сабақтарға не істейміз? Сабақтарға регистрация жасаймыз. Сабаққа регистрация жасаймыз. Сен қазір полноценный 950-дің студентсің. Толығы. Ақшасын төлеп. Құтты болсын, бро. Осындай досье тапсырасың. Рахмет. Бізде бүгін 1 август Тасарыға келдік. Мына жақта бізде кураторларымыз жазда жұмыс жасап жатыр толығымен.
Бізде қазір Катып Челеби университетіне регистрация басталыпты. Біз мамандық бойынша венеранкада, менкіде кәсіп тастаймыз аяққа. Ол уже айдың ортасына, аяқ жағында қарай белгілі болады. Міне достар, өйстіп, біз университетке солайнан түстік. Сіздерге де келесі жылға сәттілік тілейміз. Құдай қаласа сіздерді де біз сияқты оқуға түседі деген үміттеміз. Ендеше бұл біздің Global Students'тегі, наверное, соңғы видеомыз. Осы уақытқа дейін мераба arkadaşlar деп бастайтын едік видеоны. Енді сіздерге қош қалың, гүлі-гүлі деп аяқтағымыз келеді. Сау болыңыздар. Görüşürüz.